240 адам идеология саласында жұмыс істеп, не істеді? Маған соны айтыңдаршы. Маған ұнайды олардың айтып отырған, істеп отырған жұмыстары, айтқан сөздері. Мен айттым, солармен жұмыс істеу керек. Кім ойлайды, мен қашып жүрмін деп? Қашан мен айттым, қашып жүрмін? Мен айттым, барам дедім. Кезек келгенде, уақыт келгенде барам. Сізге жауап бердім. Басқа жауап болмайды. Бір жылдың ішінде 1,5 миллиард теңге бөлдім. Сұрақтар шешіліп жатыр ма? Шешіліп жатыр. Бірақ ақшаны бөлгенде бірде-бір ауылға 1,5 миллиард теңге бөлінбеген бір жылдың ішінде. Мен сұрағым мына Шығыс ақпарат медиа холдингіне байланысты. Аталған редакциядан, жалпы үлкен редакция ғой, бірнеше редакторлар, жалпы тәжірибелі журналистер кетіп қалыпты деп естіп жатырмыз. Осыған байланысты сіздің мына идеология жауапты орынбасарларыңыз жалпы осы мәселені неге дұрыстап шеше алмай отыр? Жалпы Шығыс ақпаратқа қатысты проблема өте көп. Әрине, Шығыс ақпараттың деймді істеген жұмыстары нәтижесі жоқ. Мен шындықты айтайын сізге. Қазір Шығыс ақпарат емес, Алтай Ньюс. Оны ашық айту керек. Қараңызшы, 240 адам жұмыс істеген ғой штатта. 240 адам идеология саласында жұмыс істеп, не істеді? Маған соны айтыңдаршы. Кейбір уақыттарда бір жалғыз блогер немесе деймді мына кішкентай агенттіктер жұмыстар істеген жұмыстары нәтижесі деймді 2 есе 3 есе жоғарылау. Бір жағынан солай болған. Мен сондықтан айттым, өкіметтің жұмсаған ақшасы, жұмсалған ақшасы ол мемлекеттік саясатқа тиімді болу керек. Одан біз мысалы халыққа мемлекеттік саясатты және деймді басқа нәрселерді уақытысында жеткізіп, түсіндіріп, үгітіп, насихаттау керекпіз. Соған байланысты реорганизация өткізілді. Реорганизация өткізілгенде бірнеше журналистер өз атынан арыздарын жазған, кетеміз деп кетті. Бүгінгі күні Шығыс ақпаратта, Шығыс ақпарат емес, Алтай Ньюс агенттігінде 70 адам, 70 адам жұмыс істейді. 70 адам. Мен ойлап отырам, 1-2 жылдың ішінде мүмкін бұл ұжым емес, бұл ұйымды неге приватизацияға немесе деймді жекешелендіруге сол жерге жіберу керекпіз. Шығыс ақпарат жаңадан құрылды. Мен көрдім олардың істеп жатқан заттарын, хабарларын. Маған ұнады. Мен облыс әкімінің орынбасарына, Ербол Жолдасбек Нұрғалиевке тиісті тапсырма бердім. Көрдіңіз бе? Мына жігіттер шықты. Қазір өздері жұмыс істеп жатыр. Өздері жұмыс істеп жатқаннан кейін жеке өз пайдасын деймді, өздері көріп отыр. Сол жігіттермен сөйлесу керек. Ақпараттары керемет, жақсы. Олар өте тәжірибелі репортаждарды дайындайды, сұхбаттарды өткізеді. Солармен хабарласыңдар, келесі жылға мемлекеттік заказға қарастырыңдар. Не істей аламыз, қалай жұмыс істейміз? Сол дұрыс жол болады дедім. Рахмет. Жаңа сіз айттыңыз өз сөзіңізде, жалпы тиімсіз жасалынған деп, жаңағы Алтай Ньюс медиа орталығы. Жалпы әкімшілікті тек қана жаңа мақтай беретін, әкімшілікке байланысты сын айтпайтын медианы жұрт аса көрмейтін шығар мүмкін. Жаңағыда мен сізге жауап бердім. Шығыс ақпарат, мысалы, жаңағына сізге тікелей айттым. Ол кісілер енді әкімдікті жақтырады деген әңгімені мен онша көп көргім жоқпын. Бірақ маған ұнайды олардың айтып отырған, істеп отырған жұмыстары, айтқан сөздері. Мен айттым, солармен жұмыс істеу керек. Болды. Міне. Осы сіздің өңіріңіздің Динара Тұрсынғазиновна тұрғын үй кезегінде тұрғаныма 16 жыл болды дейді. Кезек мүлде жылжымайды. Салынған үйді кім алып жатыр деп сондай сұрағын қойып кетіп отыр. Біздің редакцияға ол кісі шығып жатыр. Одан бөлек сол сіздердің тұрғындарыңыз Қанат деген есімді азамат жетім бала кезегі де жылжымайды. Осында үй кезегіне байланысты осы қойылған сауалдарға жауап беріп кетсеңіз. Үй кезегі деймді, кезектегі тұрған адамдар, кісілер, мен тиісті тапсырма беріп едім, оны электронды түрде сайтта аты жөндері және тұрған кезектері көрсетілген. Ол мүмкін емес, қазір емес, мен айтып едім, былтырдан бастап біреу кезексіз кіретін, ондай болмайды, әрине. Мадина Тұрсынғазы қызын деймді жағдайын мүмкін есімде жоқ қазір. Егер сіз маған сол кішкене ақпаратты анықтап берсеңіз, арнайы ретінде ол кісіні шақырып, жағдайын қарастырамыз. Не болып жатқан, қалай, не істеуге болатын.
Жақсы, рахмет. Екінші сұрағым, мына Төрetoğan балық зауыты 1 жыл бойы ақша төленбей отыр дейді. Осы мәселені сіз өзіңіз білесіз бе? Бұл сұрақ шешілген толығымен. Бұл жерде бірнеше тергеу істер жүргізілген, себебі заңға сәйкес кейбір нәрселер істелген. Менің орынбасарларым мен тікелей тапсырмам бойынша ауылға барып қайтқан, және деймін Төрetoğan басшысын деймін, кәсіпорынның басшысымен кездесіп едік. Бұл сұрақ бүгінгі күні бәрі шешілген. Жақсы, тағы бір сұрағым бар еді. Күршім ауданы Қаратоғай ауылында интернет жоқ дейді. Ақша сұрақ қойдыңыз ғой. Интернетке байланысты бүгін спикер жауап берген, рұқсатыңызбен әріптесіңізге сөз берсек. Қожа Ахмет байланысты. Енді Күршім ауданында мен нақты Маржан интернет бойынша жалпылама сұрақ қойылды. Енді мен нақты айтып тұрмын да, Күршім ауданы Қаратоғай ауылында интернет жоқ, оларға қаражат бөлінген. Енді осы қаражат бөлінсе неге интернет қосылмай отыр? Мен нақты факт бойынша сіздерге сауалнамамды жолдап отырмын. Айтқан фактыңызды біз тексереміз, жауап береміз. Жалпы сіздің облыстың азаматтарының көп толғандыратын мәселе мемлекеттік, бюджеттік балабақшалар, мектептер орыс тілінде екендігін біздің редакциямызға көп азаматша хабарласып айтқан болатын. Қазақ тілді балабақшалардың жетіспеуіне байланысты баламызды амалдың жоғынан орыс тілді балабақшаға беруге мәжбүр болып отырмыз дейді желі қолданушылар. Аталған мәселе назарыңызда ма? Қалай шешкелі отырсыздар? Аталған мәселе назарымызда. Тікелей сізге хат жазған осы азаматтардың ат жөндерін бізге беріңіз, тікелей байланыс телефондарын беріңіз, хабарласамыз, сұрақты шешуге тырысамыз. Сізге енді халықпен енді кері байланыс әкімнің енді бір функционалды міндетінің бірі деп білеміз. Сондықтан да сізге сауал қоймас бұрын біздің редакция арнайы сіздің облыстағы мәселелер жөнінде біз әлеуметтік желіге Бұндай шағымдарды енді әкімге түспесе, ол кісі қайдан біледі? Жіберіңіз ақпаратыңызды, жазбаша жауап береді міндетті түрде әкімдік. Ақпаратты міндетті түрде жолдайтын боламыз, және сіздің облысқа қатысты түйіні шешілмеген көптеген мәселені сол редакцияның парақшасынан таныса аласыз. Екінші сауал, нақтылай кетсем, жалпы әлеуметтік желіде маралдыға байланысты көптеген экологиялық жағдайына байланысты сауалдар қойылады. Әлеуметтік желі қолданушы былай деп сұрақ қойыпты: маралдыға келуіңізге не кедергі, неліктен халықтан қашып жүрсіз деген сауал қойылыпты. Кім ойлайды мен қашып жүрмін деп? Қашан мен айттым қашып жүрмін? Мен айттым барам дедім. Кезек келгенде, уақыт келгенде барам. Енді әлеуметтік желіде мен де оқимын. Сізге жауап бердім. Басқа жауап болмайды. Маралдың тұрғындар айтты, 2 жылдан бері келе алмай жатыр, не кедергі деген сауал қойыпты. Қожа Ахмет мырза сізге жауап берді. Облыста 300-ден астам ауыл бар. Маған айтыңызшы, неге онда Маралдың тұрғындары сізге айтпайды? 4 жылдың арасында қаншама ақша бөлінген Маралды ауылдың жағдайын түзелетуге? Білесіз бе? Жоқ, білмейсіз. Мен ойлап отырмын, сол сұрақ маңызды. Биыл 1 жылдың ішінде 1,5 миллиард теңге бөлдік. Оның алдында 4 жылға 500 миллион ғана болды. 1 жылдың ішінде 1,5 миллиард. Ауылдағы түгел бар болған жолдар асфальтталған, жарық бар. Мектепті жөндедік, мәдениет үйін жөндедік. Неге соны айтпайсыз? Неге сіз қызығып отырсыз? Мен неге бармадым деп. Сұрақтар шешіліп жатыр ма? Шешіліп жатыр. Бірталай ауылдар бар, баратын ауылдар. 300 астам ауылдар бар. Сол жерге бару керекпін. Маралдың да кезегі келеді. Бірақ ақшаны бөлгенде бірде бір ауылға 1,5 миллиард теңге бөлінбеген 1 жылдың ішінде.